Сабақ бітті және де мен үйге қайтып бара жатырмын. 950 жылдары өмір сүрдім. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұрай арнасы біздің арнамызға қош келдіңіздер. Видеоның артынан ақ көріп тұрған шығарсыздар қандай видео екендігін. Ал мен видеоны көрместен тіркеліп лайк басып қолда кетейік. Ал ендеше біз өз видеомызды бастайық кеттік. Қазіргі менің таңғы асым осы болады. Енді қазір осы пирогтарменен шай ішетін боламын. Мен қазір үйді жинап жатырмын және де менде тек қана пол жуу ғана қалды. Ертеңге жалпы мектепке арналған форма деген сияқты соларды реттеп жатырмын. Мына жерде осы тұрған бар. Осылар жалпы керек еместерін енді күн жылыды ғой, соларды салып тастап сөйтіп енді жаңағы неде мен осы блогымдегі мынау артта тұрған екі жемпір бар, соларды орысымен салып тастап сөйтіп жатырмын. Әлі тағы да мықты бар шкафтың ішінде, соларды қазір реттеймін. Сабақ бітті және де мен үйге қайтып бара жатырмын. Бүгін бізде 5 сабақ болу керек болған, бірақ 3 сабақтан қайтып па білмеймін, түсінбедім. Сөйтіп енді қазір үйге барып, сөйтіп шай тамақ ішу қажет. Сау болыңдар, келесі кезге. Мен қазір үйге келдім және де қазір сол киімдерімді ауыстырып солайынан енді қазір сказ ішу керек. Енді қазір мен осы 6-шы класстың Қазақстан тарих кітабын оқып бастап жатырмын. Енді қазір көрейін, сол оқып тастау керек. Достар, мен қазір кітаптарын оқып болған болатынмын. Бір 2-3 бетте оқыған шығармын және де енді қазір панкейки жасайтын боламын.